Саламатсыздар ма балалар? Бүгін ұйымдастырылған оқу қызметінде сауат ашу негіздері. Бүгінгі біздің ұйымдастырылған оқу қызметінің тақырыбы дәрумендер және В дыбысымен әрпімен танысатын боламыз. Р, Қорап, қораптар, қораптар, сыр, сырқыды, тында, сыртында, мынаны қандай айттың? А, В, С, Д, Е деген сөздер, витаминдер аттары жазылған. Бұл витаминдер Ол витаминдер зауытта жасалады. шығарылып дәріханаларға апарылады. Витаминдер Адам денсаулығына мықты, пайдалы. Журналистердің әріптестеріміз тауып алды, сондықтан сіздерге де түсінікті болса жағдай, барлығымыз бірге экранға назар аударайық. Тікелей эфирдің қызығы. Қандай түспен бояп жатсың, Дастан? Қоңыр түс. Көлікті қандай түспен бояйсың? Көлікті Қызыл түспен бояйсың. Бояй ғой, бояй. Рамазан құрбысы ма, танысы ма, әлде жай ғана оқырманы ма, жанкүйері. Сразу айтып кетшеші, неше екен? Тоқта. Вирус, неше буын? 2. Вокзал, неше буын? 2. Енді вагон. Вагон. Шапалақта. Вагон, неше буын? 2. Енді витамин. Витамин 3. Буында. Буында. Мин. 3 буын. Молодец. Рауан, не істеп отырсың? Сабақ дайындадым. В қандай дауыссыз дыбыс? Ян дауыссызды. Вагонды буынға бөліп берші. Вагон 2. Вирусты. Вирус 2. Витамин. Витамин 3. Ян дауыстыбыз көп белгілерді. Диван 2 буын, вагон 2 буын, витамин 3 буын.